Бүгін мен Гүлжанат ханымның рецептісімен осындай етті пирог пісірдім. Өте дәмді әрі жұмсақ болды. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Каналында түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Алдымен керекті ингредиенттерді дайындап алдым. Ыдысымызды алып, жұмыртқамызды, тұзымызды, қаймағымызды және майымызды қосып араластырамыз. Ұнымызға қопсытқыш қосып, дайын болған массамызбен ұнымызды араластырамыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысатындай қамыр болып шығады, өте жұмсақ. Сол қамырымызды салафанға салып, холодильникке жарты сағатқа жібереміз. Қамырымыз қатып дайын болғанша ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Пиязымызды, картофелімізді майдалап тураймыз. Пияз бен картопты турап болған соң үстіне фаршымызды қосамыз. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып араластырамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, оны екіге бөліп, астыңғы бөлігін жаямыз. Осылай ішіне салмасын саламыз. Салмасын салып болғаннан кейін екінші үстіңгі қамырын жаямыз. Менде духовкамның ыдысы кішірек болғандықтан артық қамырларды осылай кесіп тастап, сосын жабыстырып біріктірдім. Үстіне жұмыртқамызды жағып, духовкамызды 180 минутта қыздырып, қызып тұрған пешке 30-40 минутқа қойып пісіріп аламыз.